Бәріңіздің сіздермен бірге мен мистер Тони. Біздің бүгін фуд драфт симулятор дегенді фуд драфтта состав құратын боламыз. Состав яғни FIFA 16 кім біледі, сол осы фуд драфт симуляторды білетін болады. Енді біз интер драфтқа кіреміз. Тактика таңдайық. Міне мен 4-3-3 осы тактиканы ұнатамын. 4-3-3 тактикасын ұнайды. Или ұнама. Аяқ осы міне 4-3-2. Енді маған 4-3-3 ұнайды. Сондықтан да енді білмеймін, қазір көрейік. И міне біз бірден таңдайтын боламыз. Кім капитан болатынын дағыстатын боламыз. Қазір ойланайық. Давайте Рамсты алайық. Всех Рамс. Так. Данила дегендей. Давайте осыны аламыз. Қазір енді мен атымды айта кетейін. Менің атым мистер Тони. Яғни мен тағы типа партнерім бар. Інім Али. Екеуміздің жүктілеміз. О, легенда, прикиньте, достар. Легенда, прикиньте, я первый раз маған бүгін легенда түстім. Шынды айтсам, первый раз өстір, первый раз. Енді бірақ мен ондай қатты реакциям болған жоқ. Жалғастырайық, міне Албаналық Давид Алманы, сондай біріне. И міне Погбаны алуға болады, Видалды алуға болады, қайсыны алсақ болады. Кеттік тәуекелдеп Пол Погбаны алатын боламыз. Ол Ювентуста, бірақ қазіргі кезде ол Манчестер Юнайтед құрамасына көшкен болатын есті. Гюндоган не осыны маған осыны ұнайды. Жалпы кеттік, Роналду түскен. Оппана, Роналду түспесе де Кавани түсті, нормально. Оның өзі жақсы. Сондықтан да біз ойыма енді жалғастырайық. Міне маған қазір Гризман түсті. Ол да Франция құрамасын тащыры десек болады. Енді Месси аламыз. Енді маған Дехея түссе екен. Дехея, армандар орындалады екен. Буфон алайық. Буфонды аламыз. Міне тағы да Чехты алуға болады екен. Чехты алайық. Может, мен Буфонды Чехпен алмастырам. Чехпен алмастырдық. Енді қазір мына жерде тек қана Пепені аламызды. Пепені біз Пепені қайда қойсақ болады. Ана Гөнөлді емес, соған қойсайық. Мен оны дұрыс танымаймын, Гөнөлді емес, сондықтан да мен алмастырдым. Енді жалғастырамыз. Міне жерде тағы да резервпен запасный адамдарды таңдап жатырмыз. Енді таңдайық. Давайте мынаны алайық. Осыны бразилецті алайық. Бұл Сыфа екенді. Бізде Сывыда бәрі нормально. Сымада нормально. Атакөші де нормально, достар. Енді бұл жерде отанды үміттемін, достар. Тек қана Махрез дейді. Енді қайсын алсам болды? Махрезді алсақ. Махрезді алдық. Рама дейді. Рамада бірақ Месси тұр. Сондықтан да мен оны қоймайтын болам. Тұрай басына осы неге. Жалғастырайық, достар. Енді дек. Қайсын алуға болады екен. Сама, Рама, Алма. Сам дейді. Бұдына тек қана үлкен алайық. Міне Милнер дегенді. Милнерді аламыз. Қазір Жируды алайық. Ойланбастан тек ештеңе қараған жоқпын. Шынымды айтсам, ештеңеге қараған жоқпын. Міне Барселона
Барселонада ойнайды екен. Роббен дейді, Левандовский. Левандовский түсті маған. Так, енді қазір давайте Левандовскийді мынау Гризманмен алмастырайық. Гризманның рейтингі шамалы төмен болғандықтан біз алмастырып тұрмыз. Енді қазір қараймыз. Ди Мария дейді. Садама дейді. 88 бәні. Ди Мария бірақ маған керек емес. Сондықтан мен мынаны аламын. Алонсоны мынау лыва қойып жүреміз. Ал бұл жай ғана отырдым вот. Так, міне бізге Неймар түсті. Міне Неймар тағаны да. Неймарды әрине Каванимен алмастыратын боламыз. Сосын Коллинс дейді, Кейн дейді. Шынымды айтсам, мен бұл жерде көбісін танымайды екенмін. Сондықтан да міне Кейнді алсақ, Кейн танимын бірақ. Хидираны танимын бұл жерде. Сосын болды да. Хидираны танимын тоқ. Сондықтан да Хидираны алатын боламыз. Бірақ бізде бәрі окей болып тұр. Мына Гюндоганмен алмастырып жүремін. И вот міне осындай болды. Енді кеттік. Менеджер табыламыз. Сүйме сондай нем. И міне символ драфта. 150 жалпы жаман емес достар. Символ алып кеттік біз. Кеттік. Біз міне жердеміз. Пожалуйста, гол. Оппана. Біздің жағдайымыз жаман. 4-2. Барселона құрамасына ұтылып қалдық. Міне осындай бізде драфт болды. Енді қазір мұнда пағаш жүйік. Мынау деген пақтар жаман-ақ. Егер ұтатын болсам, менде керемет адамдар түсетін өте керемет пақтар жасатын едім және де. Болды осындай бізде осындай драфт симулятор болды. Бұл менің алшы видеом, сондықтан да енді қатал қарамаңыздар бұл видеоны. Бізбен бірге болғанмен мистер Донни. Бай-бай достар.